үйренетін сабағымыз 23 сабақ. Жиі қолданылатын сын есімдер. Біз бұл сабақта жиі қолданылатын сын есімдермен танысамыз. Оларды сөйлемде қалай қолданамыз, соны үйренеміз. Қарапайым сипаттама сөйлемдер құрамыз. Алдымен синонсы, сын есімге анықтама беріп кетейік. Сын есім дегеніміз заттың сынын, түсін, көлемін, сапасын білдіретін сөз табы. Қытайша оны синронсы деп айтады. Синронсы. Мысалға, жақсы дегендегі хау, үлкен дегендегі да, әдемі дегендегі пяолян, осылардың бәрі сын есім. Маған естіп оқыңыздар. Синронсы, хау, да, пяолян. Жиі кезігетін сын есімдерді үйренеміз. Жаңа дегенді син деп оқиды. Ескі, жиу, әдемі, пяолян, тез, күай. Ал үйренеміз. Син, жиу, пяолян, күай. Баяу дегенді мән дейді. Жылы, жы. Биік, гау. Аласаны әй дейді. Маған естіп оқыңыздар. Мән, жы, гау, әй. Жақсы дегенді хау дейді. Хау. Алдында айтқанбыз, әйел мен бала бірге тұр. Хау. Хуай. Жаман. Хуай. Үлкен деген да. Кіші деген сяу. Маған естіп оқыңыздар. Хау. Хуай. Да. Сяу. Ал сын есімдерді сөйлемде қалай қолданамыз? Мынандай негізгі сөйлем үлгісін үйренеміз. Әуелі зат есім айтылады, одан кейін хэн деген жазу қосылады, одан кейін сын есімді қосамыз. Бұл жерде хэн деген жеке тұрғанда өте деген сөз. Бірақ мына сын есімнің алдына келгенде ол ондай мағына бермейді. Ол тек қана зат есім мен сын есімді жалғау үшін ғана қолданып тұр. Мынада тянчи хэн жы. Бұл ауа райы ыстық деген сөз. Ал онда және осындай сөйлемдерді құрап үйренеміз. Бұл алма үлкен демекші болсақ, бұл жығы. Жығы пиңго хэн да. Ал алма өте үлкен десек, онда пиңго хэн да дейміз. Жығы деген мына алмаға қаратып тұр. Маған естіп оқыңыздар. Жығы пиңго хэн да. Ал енді ол әдемі демекшіміз. Мына кішкене қызды. Ол әдемі. Онда біз та хэн пяолян дейміз. Та хэн пяолян. Ал ауа райы суық демекші болсақ, тянчи хэн лың дейміз. Ауа райы суық. Жаттығу практикасын көреміз. Мына сөйлемдерді аударып көріңіздер. Бұл кітап жаңа. Ол бала жақсы. Менің телефоным ескі. Онда бүгінгі үйренген жаңа сын есімдерді жаттап алыңыздар. Сын есімдерді сөйлемде қалай қолданамыз? Негізгі тіркесті үйреніп алыңыздар. Аман сау болыңыздар.